Ар-ұят құндылығы отбасына, халқына адал қызмет ету. Отан отбасынан басталады. Баланың патриот, халқына адал болып өсуі отбасы тәрбиесімен байланысты. Баланы тәрбиелеудің, тағылым берудің негізгі мәйегі мейірім мен сүйіспеншілікте. Әсіресе кішкене балалар үшін бұл қасиеттердің орны айрықша екенін ұғынғанымыз жөн. Кез келген жеткіншек ата-ана махаббатына қашанда шөліркеп тұрады. Олар тек сүйіспеншілікпен ғана өсіп жетіледі, есейеді, дұрыс жолға түседі. Шеше көрген том пішер, әке көрген оқ жонар деп ата-бабамыз айтқандай, ол баланың тәрбиесінде әкенің атқарар рөлі ерекше. Батыр бабаларымыз, батыр болып жауыңа найзаң тимесе, батырлығыңнан не пайда? Бай болып халқыңа пайдаң тимесе, байлығыңнан не пайда деп, баласын патриот, халқына жақын болуға баулып, ұлының батыл, ер жүрек болып өсу үшін жай сөзбен ақыл айтумен ғана шектелмей, ұлдарын ерте жастан атқа мінгізіп, садақ тартуды және шайқас өнерін үйреткен, тәрбиелеген.